пердені ұзартқаннан кейін Каспий дүкенінен бөлмеге лайықты төсек жапқыш іздей бастадым. Жаңа жылдың алдында бірнеше дүкенге тапсырыс бергенмін. Барлығында да бітіп қалып, соңғы рет тапсырыс бергенде әйтеуір келді. Иісі болған соң кір жуатын машинаға бір жуып алдым. Жастықтысы үлкендеу, үйдегі ең қалың деген жастықты салып көріп едім. Бос болып тұр. Базардан алғанда үлкен болып, жуғаннан кейін осындай жұқа болып қалған жастығым бар еді. Сол екеуін қосып жастықтысқа салып едім, сыйып кетті. Әзірге осылай тұра берсін, кейіннен тағы бірдеңесін ойлап табармын. Осылай төсекке жауып көріп едім, бірдеңе жетіспей тұрған сияқты. Алдында кровать, пуфик қаптағанда материал алған жерге келіп, 2 метр ақшылдау мата сатып алдым. Алған матам қалың, қоқыс жинамайтын сияқты. Осындай төсектерді әрлеген, суреттерді көріп алып, декоративный бірдеңе жасамақшымын. Жалғасын келесі видеода салатын боламын. Сіздерге қызық болса, парақшама тіркеле кетіңіздер. Парақшамнан осыған дейінгі жасалған жөндеу жұмыстарын, лайфхактарды көре аласыздар.